Армысыздар, Алла орнасында көкейтесті сұхбат бағдарламасы. Студияда Аслан Биахмет, ал біз әдеттегідей әр аптада әртүрлі тақырыптарда қозғап жатырмыз. Ал бүгін біз жалпы салық мамандарымен жолығып, арнайы бір декларация бойынша сұрақтарымыз бар. Сол бойынша сұхбат жүргізетін боламыз. Ал біздің студияда Қостанай облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің маманы Сүлеймен Мерей Жұлдыз Сәкенқызы студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Енді әуел басында жалпыға бірдей декларациялаудың негізгі міндеті және кезеңдерін айта кетсеңіз. Өздеріңізге белгілі 2021 жылдан бастап, 1 қаңтардан Қазақстанда кезең-кезеңмен жалпыға бірдей декларациялау енгізілді заңы. Жалпыға бірдей декларациялаудың негізгі мақсаты әділ салық салуды қамтамасыз ету, жеке тұлғалардың кірістерін бақылауды тиімді тетігін құру, сыбайлас жемқорлықпен жаңа көлеңкелі экономикаға деңгейін төмендету, жаңа сыбайлас жемқорлықпен көлеңкелі экономиканың деңгейін төмендету. Жалпыға бірдей декларациялау барлық азаматтардың активтері мен міндеттемелерінен тұрады және бастапқы деп аталады, ол 250 нысаны. Оған дейінде бұл қашан, қай жыл қабылданды жалпыға бірдей декларация қабылдау? 2021 жылдан бастап енгізілді заңға. Ол кезде кімдер тапсырып еді енді? Қазір сіздерге түсіндіремін. Бірінші кезеңде бастап 2021 жылы 1 қаңтардан бастап бастапқы активтер мен міндеттемелерді туралы декларацияны мемлекеттік қызметшілер, оларға теңестірілген адамдар және сондай-ақ олардың жұбайлары тапсырған болатын 2021 жылы. Екінші кезеңде 2023 жылы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік мекемеде жұмыс істейтін адамдар және олардың жұбайлары, квази мемлекеттік секторде жұмыс істейтін кісілер жұбайлармен тапсырған болатын. Биылғы жыл, ағымдағы жыл 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жеке кәсіпкерлер, жаңа заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары тапсыратын болады. Содан кейін 2025 жылы, келер жылы, енді алдағы жылы қалған басқа азаматтарымыз тапсыратын болады, қалған санаттағы. Яғни ол үй шаруасында отырған әйелдер деген сияқты студенттер, зейнеткерлер, жаңағы жеке құрылымдардың қызметкерлері, сол кісілер жаңағы жұбайларымен бірге тапсыратын болады. Осы 250 нысаны декларациясының мерзімі жаңағы ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан 15 қыркүйегіне дейін. Яғни санаулы күндер ғана қалды. 9 күн қалды, я. Осы кезде нақтылай кетейік, енді мәселен белгілі бір жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, ИП дейміз мысалы, ТО дейміз, соның белгілі бір директоры, учредитель, басшысы, енді ол кісілер өздері декларация тапсырады, және оның әйелдері де тапсыру қажет пе? Заңды жүзінде егерде жаңағы куәліктер болатын болса, заңды некені ерлі зайыпты, сол кісілер әрине тапсырады. Міндетті түрде, яғни әйелдеріне де тапсыру міндетті. Тапсыру қажет, Дәл осы адамдар білмей жатса, дәл осы біздің бағдарламада арқылы көріп, әрмен қарай декларацияны тапсыра алады. Ал негізі, енді қандай активтер көрсетіледі? Нақтырақ айтып берсеңіз. Қандай активтер? Жалпыға бірдей декларациялау 250 нысаны бойынша бұнда активтер жаңа шетелдегі жылжымайтын жаңа мүлік және көлігіңіз мысалы шетелде болатын болса, одан кейін шетелдегі банктегі 1000 айлықты есепті көрсеткіштегі ақша мысалы шотыңыз болатын болса шетелде, оны көрсету қажет. Одан кейін шетелдік компаниядағы үлесу қатысу үлесі бағалы қағаздар, цифрлық активтер, биткоиндар және тағы басқалар. Одан кейін үлестік қатысу шарты, яғни тұрғын ғимараттағы үлесіңіз. Мысалы, сіз 2023 жылы бір жаңа құрылысшыдан застройщик деп айтады ғой, сол кісіге мысалы үй аламын деп 50% жаңағы бағаның жартысын беріп қойған болсаңыз, соны сіз көрсету қажетсіз декларацияда жаңағы 2023 жылдың 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша. Содан кейін зияткерлік меншік, сосын авторлық құқық объектілер дейді. Зияткерлік меншік дегеніміз ол өнертабысқа, жаңалыққа, өнеркәсіптік үлгілерге берілген патенттерден тұратын құқықтар, зияткерлік меншік. Ал авторлық құқықтар дегеніміз ол жаңағы ғылым, әдебиет, өнер туындылары, музыкалық туындылар, формулалар, жаңағы спектакль, опера деп аталады, солардың жаңағы жұмысының жемісі болып табылатын патенттер, соны авторлық құқықтар дейміз. Яғни соларды көрсету қажет. Содан кейін қолма-қол ақша.
бұл қолма-қол ақшада 10 мың айлықты есепті көрсеткіш шегіндегі ақша. Яғни сізде ол 10 мың айлықты есепті көрсеткіш, ол жаңағы 36 миллион 520 мың теңгені шегінде сіз көрсете аласыз. Ал егер де одан да үлкен сума бар десеңіз, мысалы, тағы да 10 миллионым, ол жаңа Қазақстанның екінші недегі деңгейлі банктер, деңгейдегі банктерде жатуы қажет, жаңа қалған ақшаңыз депозиттерде. Содан кейін мысалы басқа тұлғалармен куәландырылған қарыз шарттары. Яғни сіз мысалы 2023 жылы бір досыңыздан, туысқаныңыздан қандай да бір 2 миллион болсын, 5 миллион болсын, ақшалай, қарыз жай ала салатын болсаңыз, соны куәландыру қажет. Яғни нотариалды түрде куәландырылу қажет. Құжат болу керек. Құжат болу керек, аха. Одан кейін жеке тұлғаның қалауы бойынша жаңағы басқа да мүлікті көрсете аласыз. Оның құны мысалы 3,5 миллион 500 мың теңгенің жоғарында болатын болса, мысалы мәдени құндылықтар, зергерлік бұйымдар, асыл тұқымды жануарларыңыз болатын болса, мысалы оны жаңағы декларацияда көрсету қажет. Содан кейін бізде осы 2024 жылы осы шілде айында бізде салық кодексінде осы декларацияға байланысты бізде өзгерістер кішкене орын алды. Сол жайында айтып өтейін. Бұл ретте бейрезидент, сосын коммерциялық емес ұйымдардың құрылтайшылары, қатысушылары акционерлі жаңа декларацияны ұсынудан босатылады. Яғни ол адамдар келесі жылға қалады. Биылғы жылы тек қана жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары және олардың жұбайлары тапсыратын болады. Содан кейін бұл декларацияны қалай тапсырамыз дейтін сұрақ болатын болса, бізде көптеген қазір мобильді қосымшалар жаңағы енгізілген. Оның бірі жаңағы біздің Е-салық азамат мобильді қосымшамыз. Одан кейін бізде жаңағы екінші деңгейдегі банктер, яғни Каспий, Центр кредит, Егов мобайл, сосын салық төлеушінің кабинеті бар, сол арқылы да тапсыруға болады. Яғни қосымшалар бар, үйден шықпай-ақта тапсыра беруге болады. Одан кейін сіздерге айтып өтейін, Қостанай облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті, жаңа аумақтық мемлекеттік кірістер басқармалары барлық жағынан біз түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Аумақтық деген жаңағы аудандарымыз ғой. Сосын семинарлар, жаңағы ашық есік күндерін брифинг өткізіп жатырық, мысалы тікелей эфир, мысалы ресми парақшаларда жаңа халыққа жеткізу үшін. Яғни ақпараттандыру толыққанды іске асып жатыр, Жаңа пресс-конференциялар әр аптаның сенбі күндері бізде мемлекеттік кірістер басқармалары сағат 10-нан жаңағы түскі 1 уақытына дейін ашық есік күнін өткізіп жатыр. Енді бұл активтер, 250 нысаны бойынша тапсырады ғой негізі қазір? Қазір 250 нысаны. Бұл енді Қазақстандағы өзінің активтерін көрсету керек пе, жоқ әлде шетелдегі активтерін көрсету керек пе? Шетелдегі активтер дегеніміз жаңағы мүлік қой, жылжымайтын, жылжымалы мүлік дейді ғой, жаңағы пәтер алып жатсаңыз, машина алып жатсаңыз көрсету қажет. Яғни әзірге тек шетел нарығындағы бар дүниелерін көрсету. Ал Қазақстандағы мысалы үйіңізді, көлігіңізді мысалы көбісі сұрап жатады, оны көрсету қажет пе деп. Жоқ, оны көрсету қажет емес, ол мемлекеттік кірістер органдарында ақпараттары бар. Негізі бұрыннан тіркеліп тұр. Әрине, тіркелген, яғни ол ақпарат бізде бар деген сөз. Сондықтан да бұл жаңа мемлекеттік органның мысалы жеке тұлғалардан көрмейтін активтер дегенге келтіруге болады мысалы. Мысалы сізде шетелде машина, квартира, жаңа автокөлік, мүлік алып жатсаңыз, оны мысалы мемлекет көрмейтін еді осы күнге дейін, мысалы жаңа декларацияға дейін. Ал қазір осы декларациядан кейін сіздер өздеріңіздің қалауларыңызбен көрсететін боласыздар. Яғни көрсету қажет қалай бар. Енді түсінікті болды. 270-ші нысан бойынша ақпарат етсеңіз, бұл қандай нысан, қандай декларация түрі? 270 нысанын кімдер тапсырады деген сұрақ, Бұл 270 нысанды жаңағы бірінші кезең мен екінші кезеңнен өткен тұлғалар, мысалы, жаңа бірінші кезекте айттық қой, мемлекеттік қызметшілер, мысалы, біздер жұбайларымызбен тапсырған кісілер, қазір біз жыл сайын 270 нысанын тапсырамыз. Яғни әуел басында сіздер 250 тапсырдыңыздар. Активтер бойынша, шетелдегі активтер бойынша. Енді сіздер
270-ші нысан. Бұл жерде сіздер не көрсету керексіздер? Бұл жерде кірістер мен мүлік туралы декларация деп аталады. Жаңағы кірістер дегеніміз, Қазақстан Республикасында төленген жалақыдан, зейнетақыдан, жәрдемақыдан, стипендиядан басқа кірістер менде мысалы болатын болса, мен оны көрсетуім қажетпін. Одан кейін шетелде мүлікті сатып алу және сату туралы ақпарат болатын болса, мүлік жайында, мысалы мүліктер туралы, оны көрсету керек. Сосын шот ашатын болсам шетелден, мысалы, соны декларацияда көрсету қажет 270 нысанында. Одан кейін бізде басқа тұлғалар алдындағы жаңағы дебиторлық, кредиторлық қарыздар бойынша. Яғни былтырғы жылы, мысалы, қарыз алған болатын болсам, биылғы жылы мен 270 нысанында көрсетуім қажет. Яғни мектептен екінші деңгейлі банктерден алған қарыздарыңыз болса, кредиттер рәсімделсе, оның барлығы көрсетілу қажет 270 нысанда? Жоқ, көрсетіп қажет емес, ол да бізде тіркелген ақпараттар бар деген сияқты. Сондықтан да бұл жаңағы айтып өткенде жалақыдан, кредит, жаңағы ипотека, жаңағы зейнетақы, солардан басқаларының барлық кірістер, мысалы сіз пәтер жалдауға беруіңіз мүмкін, содан түскен кірісіңізді мысалы сіз көрсету қажетсіз. Яғни көрсетіп, жаңадан егер кәсіп ашып, пайда көзі, жалақы басқа жерін түсіп тұрса, онда мен оны міндетті түрде 270-ші нысанда көрсету керек малы. Яғни мен бұған дейін 250-ші нысан тапсырдым делге. Сосын бұған да сұрақ болуы мүмкін, бұл 270-ті қалай тапсырамыз деп жаңағы айтып өткенімде, жоғарыдағы жаңағы ЕС-алық қосымшалары, ЕС-алық азамат, одан кейін жаңағы салық төлеушінің кабинеті, сонымен қатар жаңағы екінші деңгейдегі банктердің қосымшаларынан тапсыра аласыз 270. Енді Қостанай облысы бойынша қанша адам тапсырды және тапсырмағандар саны қанша? Бұндай ақпарат бар ма? Мысалы, 250 нысанның өзін тапсыруға санаулы күндер қалды. Яғни 15-ші қыркүйек, мінекей, келесі аптаның өзінде 15-ші қыркүйек келіп қалады. Сандарды таныстыра кетсеңіз, статистикамен бөліссеңіз. Жалпыға бірде декларациялаудың 3-ші кезеңі бойынша 250 нысан декларациясын 76.605 адамнан 54.683 адам тапсырды 250 нысаны бойынша. Одан кейін 270 нысаны бойынша 27.566 адамнан 116.196 адам табыстады. Яғни 250-ден әлі кішкене көптеген адамдарымыз тапсырған жоқ, сондықтан да біз халыққа, тұрғындарға барлық жағынан ресми парақшалардан тікелей эфирлерде өткізіп жатырық. Ешқандай да қорқудың қажеті жоқ. Егер де сіз мысалы қандай да бір мобильді қосымшаларға сенбесеңіз, қандай да бір күмәніңіз болатын болса, өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз бойынша мемлекеттік кірістер органдарына бара аласыз. Мысалы, ол жердегі сіздерге мамандар көмектеседі қалай тапсыру қажеттігін. Яғни, мысалы, аудан ауылда тұрса, облысқа, облыс орталығында Қостанай қаласына келіп міндетті емес, өзінің аймағы бойынша әрине. Декларацияны бұл 250-270 нысанда тұрғылықты жеріңіз бойынша тапсырасыз. Яғни, мысалы, Алматы облысы, Іле ауданы деген сияқты. Немесе Қостанай облысы, Қостанай ауданы. Сол өзіңіздің мемлекеттік кірістер органдарының жаңағы кодын таңдайсыз ғой, егер де жаңағы мобильді қосымшалар арқылы тапсыратын болсаңыз. Енді декларацияны дұрыс емес, немесе уақытылы ұсынбаудың салдары қандай? Осы жөнінде тоқтала кетсеңіз, өйткені 15-ші қыркүйекке дейін барлық қалған тұрғындардың барлығы өтіп үлгермейді, немесе есіне түспейді, ақпараттан болуы мүмкін. Қандай мысалы шара қолданылады? Декларацияны бірінші рет ұсынбаған тұлғаға, мысалы, Қазақстан Республикасының салық кодексінің әкімшілік жауапкершілік әкімшілік құқық бұзушылық туралы 272 бабының бірінші бөлігі қолданылады, яғни ескерту. Одан кейін жаңа Қазақстан Республикасының салық кодексінің жаңа әкімшілік құқық бұзушылық 272 бабының екінші бөлігі қолданылады, яғни ол 15 айлықты есепті көрсеткіш жаңағы айыппұл қолданылады, яғни 55.380 теңге. Яғни осы 15-ші қыркүйектен кейін төленбегендер болса, сіздер яғни ескерту жіберіп бастайсыздар, әлде әзірге бір жылға кешірім мүмкін қайта еске салу дейтін бола ма?
15 қыркүйектен кейін кешігетін болады. Кешіксем, мысалы, ол адамға бізден хат барады, мысалы, келіп әкімшілік құқық бұзушылық жаңа материалымен танысып кетуге. Яғни сол әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген күннен бастап 1 жыл ішінде егерде әдейі бар, тағы да тапсырмайтын болса, немесе ұмытып кететін болса, онда 15 айлықты есепті көрсеткіш айыппұл қолданылады. Яғни жаңағы айтып өткен 55.380 теңге деген сияқты ғой. Айтылады. Енді мемлекеттік кірістер департаменті сенімді және көп қолданылатын салық азамат қосымшасының артықшылықтары туралы айта кетсеңіз. Бұл салық азамат қосымшасы бізде 2020 жылдан бастап іске жүргізілген, іске қосылған, яғни ол артықшылықтары 2 минут ішінде сіз жаңа салық төлей аласыз, салық салу объектілер бойынша мәліметтерді түзетуге жүзеге асыра аласыз. Сонымен қатар жаңағы мен айтып өткен нысандар 250, 270 нысан, 700 нысандарды жаңа декларацияларын тапсыра аласыз, жеке шоттарды қарай аласыз. Содан кейін мемлекеттік кірістер басқармаларының қызметтер ұсынуын жаңағы ұсыну сапасын бағалай аласыз. Жеке тұлғалардың банкроттыққа өтініш беру, яғни осылардың барлығын сіз қолдана аласыз. Одан кейін мемлекеттік кірістер органдарында электрондық кезекті онлайн брондау, өзіңіздің артыңызда айыппұл бар ма, жоқ па, соны да тексере аласыз. Өте тиімді мобильдік қосымша деп ойлаймын өзім үшін, мысалы айтатын болсақ. Сондықтан да енді осы жылдың басында мобильді аударымдар туралы үлкен сұрақтар туындаған еді. Сол жөнінде айта кетсеңіз. Мобильді аударымдар жаңа жеке тұлғалардың өз арасында, мысалы туыстардың арасында оны жаңа аудара беруге болады, мысалы. Қандай жағдайда тексеріс болуы мүмкін? Мысалы, сізге 3 ай көлемінде 100-ден артық адамнан, мысалы, әртүрлі суммада сізге аударымдар түсетін болса, сіз уже бақылауға ілінесіз деген сөз ғой, мысалы. Сондықтан мысалы кәсіпкерлерге жаңағы мобильді аударымдар мысалы тек әртүрлі тұлғалар үшін жаңа 3 ай қатарынан 100 мысалы аударымдардан артық түсетін болса, сіз жаңағы кәсіпкерлік қызметтің белгілері байқалатын болады. Яғни сіз бақылауға ілінесіз. Яғни аударым жасалмау керек, туысқандар арасында достарыңызға олай жүргізуге болады, мысалы, аударымдарды. Қарапайым күнделікті аударым, Ал егерде сізге мысалы 100 адам, мысалы мен 10 мың жіберейін, бір басқа адамдар мысалы 30 мыңнан жіберуі мүмкін, 40 мыңнан, и жаңағы суммаларыңыздан көруге болады. Яғни жасырын түрде кәсіпкерлік жүргізу, яғни қара экономиканы болдырмау мақсатында енгізіліп отыр, Кәсіпкерлер төлем картасын қабылдаудан бас тартқан жағдайда қандай айыппұл салынады кәсіпкерлерге? Төлем карточкаларынан бас тартқан жағдайда, мысалы, жаңағы бірінші неге ескерту жасалады, әкімшілік құқық бұзушылықты жасалады, ал қайталап бұзған жағдайда 40 айлықты есепті көрсеткіш көлемінде айыппұл тағайындалады, яғни 147.680 теңге. Мысалы, қандайда бір дүкенде сіз ол дүкен заправкалар, дүкен жаңағы көрсеңіз, мысалы, саудагердің сізден төлем картасын қабылдамай жатқанын сіз егерде бар мемлекеттік кірістер органдарына барып, мысалы, өтініш жазатын болсаңыз, сондай жағдайда, мысалы, жаңа бірінші ретте бұл жерде қалай дәлелдейміз? Бұл мысалы кезекте тұрғанда орын алуы мүмкін, оның видеофиксациясы керек пе, жоқ әлде қарапайым өтініш беріп жатқан адамның өзінің несіне байланысты. Біз ешқандай да мысалы не бере алмаймыз, былай түсіру керексіз, жаңа жазып алу керексіз деген. Яғни сөзбен айтса жеткілікті, сіздің тарапыңыздан ресми түрде жаңа парақша қағазыңызға жазып алып келесіз деген сияқты. Ал негізі кәсіпкерлер төлемнің кез келген түрін қабылдауға міндетті. Әрине. Өйткені ол тұтынушының жеке құқығы. Жеке құқығы, әрине. И сізде мысалы өзіңіз жаңа чекті сұрау керексіз. Өзіңіз үшін, мысалы, не алдыңыз, не алмадыңыз, сол жаңа өзіңіздің қағазыңыздан көре аласыз. Көзетіліп тұру керек. Енді өтініш жөнінде айттық, одан бөлек салық азамат бар екен айтылды, және дәл осындай кәсіпкерлерге арналған қосымша бары да белгілі, сол жөнінде айта кетсеңіз.
Иә, ол екінші мобильдік қосымшамыз, ес-салық бизнес. Бұл көбіне жеке кәсіпкерлерге арналған. Жеке кәсіпкерлікті тіркеу, чектерді қалыптастыру, кірістер тізілімі, жалдамалы қызметкерлерді есепке алу, одан кейін салық есептілігінің нысандарын беру, салықтар мен әлеуметтік төлемдерді төлеу, кәсіпкерлік қызметті онлайн бақылау, қолдау және есеп беруге арналған ес-салық бизнес қосымшасы. Яғни кәсіпкерлер дәл осы өздерінің телефондарына мобильді қосымша ретінде тіркеп алып, жұмыс атқара берсе болады. App Store деп айтамыз, телефонда, немесе Play Markеттен жүктеп аласыз. Осы біздің мобильді қосымшаларда өте ыңғайлы. Яғни бірсыпыра жұмыстарын жеңілдетеді деген сөз. Әрине. Енді әрмен қарай жалғастырайық. Дәл осы декларация, жалпыға бірдей декларация бойынша тағы бір еске сала кетсеңіз, және тұрғындар қай жерге бара алады, мекен жайларыңызды барлығын таныстыра кетсеңіз. Мемлекеттік тұрғындарға біз кеңес береміз. Қазір алда 9 күн уақыт қалды. Осы аралықта бүкіл тұрғындарға максималды түрде ақпараттарды таратып жатырмыз. Мысалы, телесмиларда, газеттерде, мысалы, өткізіп жатыр семинарлар, брифинг, пресс-конференциялар. Егерде қандайда бір сұрақтарыңыз болатын болса, 14-14 екінші номерді бассаңыз, сіздер мемлекеттік кірістер органдарына түсесіздер. Мысалы, қандайда бір сұрақтарыңыз болатын болса, одан кейін бізде осы Қостанай қаласында біздің өзіміздің жұмыс жерімізде, мысалы, номер телефоны 28 20 24 53 49 51 52 69 90, осы номерлерге сіздер хабарласа аласыздар. Егерде қандайда бір сұрақтарыңыз болатын болса, келе алмай қалған жағдайда, мысалы, мобильді қосымшаға тапсыра алмайтын болсаңыздар, қандайда бір күрделі бір сұрақтарыңыз болсын, осы номерлерге хабарласаңыздар болады. Енді бүгін біздің студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге, дәл осы жалпыға бірдей декларация жөнінде көбірек ақпарат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сізбен келесі кездескенше қоштасатын боламыз. Сондықтан мына камера сіздің еншіңізде, көрерменге айтар хабарламаларыңыз болса тікелей айтсаңыз болады. Құрметті қала тұрғындары, сіздерді осы келе жатқан жалпыға бірдей декларациялаудың мерзімі бойынша сіздерге ертерек тапсыруды кеңес береміз. Себебі 15 қыркүйек күні 250-270 нысаны декларациясының мерзімі аяқталады. Қадірмен көрермен, бұл көкейтесті сұхбат бағдарламасы. Студияда болған Аслан Бияхмет және студия қонағы Қостанай облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің маманы Сүлеймен Мерей Жылдыз Сәкенқызы болған болатын студиямызда. Ал біз жалпыға бірдей декларация жөніндегі ақпаратта одан әрмен қарай тағы да хабарлайтын боламыз. Қадірмен көрермен, ал сіздермен бүгінше қоштасатын боламыз.